Бүгінгі санда Грузия елінен шыққан қылмыс әлемінің серкесі Гриша Московский Тоқаев туралы біршама пікір айтты. Токаев, это есть проститутка, это шалава. Мәжіліс депутаты Абзал Құспан педофилдарды қолдайтын болып шықты. Ол мұндай нақұрыстарды өлімге қимайтынын айтып, ағынан жарылғаны бар емес пе? Денсаулық министрі Ажар Ғинаят өзінің отставкасы жайлы сұрақтарды ұнатпайды екен. А скажите, вы не считаете, что отставка у нас? Бұл неге бостандықта жүр? Қаңтар кезінде оқ тиіп қайтыс болған 4 жасар Айгөркемнің әкесі күдіктімен кездесіп, оны қамауға алуды талап етті. Мен кішкентай 4 жасар қызыма атқамы бұйрық берген осы еркін жүр. Осы және басқа да жаңалықтарды дәл қазір саралап, сараптайтын боламыз. Кеттік онда. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Назарда Қазақпыз ғой жобасы және оның жетекшісі Жан Ахмадиев. Бүгінгі сан өте қызық болайын деп тұр. Тек бағдарламаны бастамас бұрын арнаға жазылып, подписка жасап, қасында тұрған қоңырауды ашып, лүпілді басып қойыңыздаршы. Бұлай қақсай беретінімнің себебі сіздердің осы әрекеттеріңіз арқылы бұл жобаны және ащы ақиқатты көбірек қазақ көретін еді. Түсінесіздер ме? Сондықтан қолдап жіберейік, қазағым. Рахмет. Сізде де бала бар, менде де бала бар. Енді ойлаңызшы, сол сәбиіңіз қаңғыған оқтан қайтыс болып кетсе, қайтер едіңіз? Елестетудің өзі қиын, я? Қаңтар қырғынында оқтан жараланып қайтыс болған 4 жасар Айкөркемнің әкесі де әділдікке жете алмай жүр. Сәбиінің өліміне қатысты күдіктіні кездестіріп қалған Айдос Меделхан екінші тараппен шексіп қалды. Мен кішкентай 4 жасар қызыма атқамы бұйрық берген осы еркін жүр. Мен кінәм жоқ бұл жерде, мен кінәлі емеспін. Мен ол вообще Volkswagen Passat көргенде жоқпын. Мен атқан приказ бергенде мен Hyundai Яндекске бердім. Мен бұл кісінің машинасын көргенде жоқпын мен ол жерде. Болды, айтарым сол, басқа еш айтарым жоқ. Осы жерден сіздерге бір сұрақ қояйыншы. Күдікті Айгөркемді өлтірмедім дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы күдіктінің айтып отырған сөзі шынайы ма, әлде жоқ па? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Шынайылық дегеннен шығады біздің министрлер қаншалықты шынайы. Байқайсыздар ма? Ажар Ғинаят денсаулық министрі болып келгенде елімізде түрлі төтенше жағдайлар орын алып жатыр. Жақында Алматыдағы ауруханалардың бірінде емделушілерге белгісіз себеппен СПИД ауруы да жұқты. Алматыдағы орталық қалалық клиникалық ауруханада 3 адамнан ВИЧ ауруы анықталды. Бұл ақпаратты денсаулық сақтау вице-министрі Вячеслав Дудниктер растап отыр. Мамандар емделушілердің иммунитет тапшылығы вирусын қалай және қайдан жұқтырғанын тексеретін болады. Ал ағзаларынан қауіпті вирус табылған азаматтардың ендігі жағдайына кім жауап береді? Кім жауап береді? Ажар Ғинаят па? Онда ол креслосын босатып неге түрмеге жабылмайды? А скажите, вы не считаете, что отставка у нас сейчас время, мы прожили в пандемии коронавируса, у нас уже было заражение ВИЧ детей в Шымкенте, то есть мы уже, слава богу, закупаемся одноразовыми всеми медицинскими инструментами и так далее. Люди платят за медицину, за ОСМС, и вот так вот можно просто-напросто пойти и заразиться в поликлинике. Я вам говорю, что назначена комиссия. Надо выяснить полностью источник заражения, пути заражения, кто в этом виноват. Жан, скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация по расследованию заражения ВИЧ в Алмате? Комиссия заканчивает работу на следующей неделе, мы об этом все узнаем, пока они еще работают. Какие предварительные результаты есть? Предварительные результаты, это, сами знаете, такая
такой очень важный вопрос, поэтому комиссия закончит, они подготовят полностью справку и предоставят акимат и Министерство здравоохранения, и мы это официально сможем. Қайдағы комиссияны айтып отырсың? Құдай-ау, бұл жағдайға тікелей жауаптысың ғой. Онда неге осы ауру жұқтырған адамдармен өзің барып жолығып қайтпадың? Ну, а вы сами встречались вот с теми, кто заразился? Нет. Но по какой причине? Потому Вот что, вы не считаете, что все-таки вы, как глава Минздрава, должны были встретиться с людьми, которые пришли в поликлинику и заразились ВИЧ на ровном месте? Значит, пока идет комиссия. Бұл тәтеміздің комиссия деп кассетасы шайналып қалған магнитофондай қайталай бергені қызық екен. Көрер едім өзінің жақындарына ВИЧ ауруы жұққанды қалай секіретінін. Осыдан-ақ біздің барлық министрлердің шет-шетінен көкбет екенін анық аңғаруға болады. Көкбет демекші, мен әрқашан айтып жүрмін. Біздің билікте есі дұрыс адам жоқ. Солардың қатарында мәжіліс депутаты Абзал Құспан да бар. Жақында ғана Арман Нысандыбаев деген қарапайым қазақтың барлық дүниесін тартып алып, оны түрмеге жаптырып тастаған депутатшы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Нысандыбаев Арман 2017 жылы Абзал Құспан 6 жылға отырып, барлық ақшамды тартып алып, семьямды соттатып, енді босап шықтым. Түрме мен Қазақстанды ешқандай айырмашылығы жоқ. Түрме бір кішкентай Қазақстанның бөлмесі секілді. Барлығы түрмедегі понятие, заң, сыртқа шыққаннан кейін ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәл осы депутат енді қаршадай сәбилерді зорлап жүрген педофилдардың қорғанышы бола қалыпты. Аяқ асты. Бұл осы педофилдерді өлім жазасына кесуге тікелей қарсы екен. Әй топасай, сонда не, балаларға қарсы қылмыс жасаған нақұрыстарды әлпештеп төбемізге көтеруіміз керек пе? Абзал Құспанның айтып отырғаны тіпті барып тұрған бассыздық қой. Өз балалары осындай педофилдің құрбаны болса, көрер едім қалай сайрағанын. Ал сіздер бұл депутаттың пікірмен келісесіздер ме? Жалпы педофилдерді өлім жазасына кескен дұрыс па, әлде бұрыс па? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Ал бұл депутатқа айтарым, ауыз менікі екенін деп, ойына келгенді құсып, итше үрей бергені дұрыс болмады. Енді сіздерге бір видео көрсетейінші. Ескертіп қояйын, бұл бейне материалдың шығыны 5-2 миллион теңге. Тек ашуланбаңыздар. Все, кто знает Касым-Жомарта Токаева, отмечают его энциклопедические знания. Начнем с того, что он знает 5 языков. Из них 4 языки ООН – английский, русский, французский, китайский. И прекрасно говорит на родном казахском языке. Өздеріңіз түсінгендей, бұл видеода Тоқаевты мадақтаған. Ал шын мәнінде Қасым-Жомарт мырза осындай мақтауға лайық па, жоқ па? Бұл туралы Грузиядан шыққан қылмыс әлемінің серкесі Гриша Московский айтып берді. Тыңдаңыздар. Сегодня зашел разговор про президента Казахстана Токаева. Да, я вам скажу про Токаева так. Токаев, это есть проститутка, это шалава, это тело, даже не человек, тело, которое трехличное, ходит в маске, где-то, где надо, там улыбается кому надо, где надо, там закрывает глаза на все и своему народу, само собой, врет все. Якобы он не с президентом Путиным, террористом, но тут я вам скажу, что он его Кент. Вот это, знаете, два сапога пара. Знаете, вот я вам так скажу.
Такаев, его была бы возможность, да, я бы объявил его блядью. Потому что за ним только блядские поступки, нелюдские. Он свой народ не любит, уничтожает свой народ, так же, как и Путин. Ал сіздер Гриша Московскийдің осы пікірмен келісесіздер ме? Төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен оқимын. Келіспе? Рахмет. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Сіздерден өтініп сұраймын. Қасқыр екенімізді ұмытпайықшы.